Біздің қазақ күресіміз мынау ата бабаларымыздан қалған төл күресіміз. Мынау 2003 жылы біз осы дүниежүзілік қазақ күрес қауымдастығын құрып, содан бері мына осы қазақ күресіміздің біз барлық жаңағыдегі қазақша ұлттық дәстүрге өзіміздің неге сөздеріміздің бәрін аударып қазақша жазып шықты. Жазып осы әзірге енді 2003 жылдан бері осы бәрі қазақша өтіп жатыр. Оның ішінде мынау айтып кетсек әзір көрсетіледі. Халықаралық дәрежедегі төрешіміз Ғалым Күлекешев осы әзір осы атаулар қалай аталады. Соның ішінде жаңағыдегі бөк, жамбас, жартылай жеңіс, таза жеңіс деп оның бәрі көрсетіледі. Осындай баста тоқта деп өзіміздің қазақ тіліне қазақша өткізетін болды. Құрметті спорт сүйер қауым, жекпе-жек өнерін сүйетін қауым, оның ішінде күрес өнерін сүйетін қауым, енді қазір қазақ күресінің ережесіне тоқтала кетсек, қазақ күресі айтып өтті жаңа алдында бұрын балық системасымен бағаланған әдіс-тәсілдер, ал қазір өз заманның талабына сай өзіміздің ұлттық күресіміздің қазақ күресінің ережелерін өзгертулер енгізіп, оның жаңалықтар кіргізіп, жаңағы балдық системадан ауыстырып өзіміздің тілімізге қарай өзгерттік.
The Kazakh wrestling, Kazakh is the ancient national sport inherited from the forefathers. The International Federation of Kazakh was founded in 2003. Since then, Kazakh competitions are held on a regular basis, both nationally and internationally. Today, the rules of the combat are unified to conform to traditional system of qualifying. All terms of qualifying are in Kazakh. In the following episode, Galim Kulikeshev, international category referee, demonstrates the methods of
qualifying on the basis of completed techniques, using gestures and voice commands in Kazakh, basta, buk, жартылай жеңіс, жамбас, etc. Оның бәрі көрсетіледі. Осындай баста, тоқта деп өзіміздің қазақ тіліне қазақша өткізетін болдық. Құрметті спортсүйер қауым, Dear lovers of Kazakh, we are going to demonstrate you the methods of qualifying a combat. The names of qualifying marks correspond to the techniques applied to the rival. So, buk, unbalancing the rival when he falls onto his knee or belly. Jambas, falling down on the pelvis when the rival touches down with his pelvis the carpet. Жартылай жеңіс, half victory, throw of the rival down on his flank or a shoulder blade or bridge. Тата жеңіс, full victory, throwing the rival down on the both shoulder blades. During a combat, warnings are given for violation of the rules of the wrestling. The 4 warnings leads to a full victory over the rival. Again.